Сәлеметсіздер ме? Қазақ технология және бизнес университетінің қауымдастырылған профессоры Атайбекова Самал Тұрсынбайқызы. Сіздермен бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстандағы білім беру жүйесі, өнертабыстағы жаңашылдық, жастарға жастар тақырыбы. Осы тақырып бойынша бізде бірінші тапсырмамыз. Төменде берілген сөздермен, сөз тіркестермен сөйлем құрастырыңыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, екі бағанада, бір жағында ең бірінші жағы қазақша және орыс тілінде аудармасы берілген. Оқу жүйесі, бастауыш мектеп, мектепке дейінгі тәрбие, әліппе, бала бақша, мемлекеттік емтихан, сынып, тереңдетіп оқыту, аса дарынды балалар, талапкер, жеделдетіп оқыту. Яғни, тағы да қайталаймын, осы берілген сөздермен, сөз тіркестермен сіздер сөйлем құрайсыздар. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада, жаңа өткен тақырыпта айттым, Қазақстандағы білім беру жүйесіне қатысты тақырыбымыз. Яғни, төмендегі берілген мақалдарды алдан жаттап алыңыз. Білімнен асар байлық жоқ. Білекті бірді жығар. Білімді мыңды жығар. Ұсталардан ұзап қалар, оқығаннан қат қалар. Өздеріңіздің естеріңізде сақталып қалған жатқа білетін мақалдарыңыз болса, әрине қосымша айтуға болады. Енді осы жерде біз бір мақалды талдап көрейік. Білімнен асар байлық жоқ. Яғни біз қалай түсінеміз? Балалар, біз осы мысалы 21-ші ғасырда жан-жақты, бірнеше тілді меңгерген, білімді болсақ, біз қандай едік? Одан асқан байлық жоқ. Сіз яғни қорықпай, кез келген жұмысты атқарып кете білсе, кез келген жерге жұмысқа тұруға, қазір білесіздер, шетелде де жұмыс істеуге болады. Ол үшін біз білімді болуымыз керек. Бірнеше тіл білуіміз керек, жаңа айтып өткенімізде. Яғни, осының бәрі айналып келгенде білімнен асар байлық жоқ. Осы түсіндіріп өткенімде сіздер қалған мақалдардың мағыналарын түсіндіріп аша білуіміз керек. Келесі тапсырма. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестермен сөйлем құраңыздар. Әлемдік білім кеңістігі, білім алу, сапа, бәсекеге қабілетті, білім үрдісін ұйымдастыру, жүйе, қоғам, қызмет сапасы, инновациялық әдістемелер, енгізу, ақпараттық базасы, еңбек нарығы, даму мүмкіндіктері, қамтамасыз ету, алдыңғы қатарда. Яғни, келесі бағанада осы сөздердің тіркестерінің осы тілдегі қолданылатын өзгерістер. Яғни, сөйлем осы сөздердің тіркестерінің. Келесі тапсырма. Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Қандай тақырып берілген? Егер мен білім министрі болсам, көріністе. Ал өзіңізді келешекте білім министрімін деп көз алдыңызға елестетіп ой қозғап керек. Егер мен білім министрі болсам, не істер едіңіз? Қандай жаңалық ашар едіңіз білім жолында? Оқытушы, мұғалім, ұстаздарға қандай талап қояр едіңіз? Қандай көмек жасар едіңіз? Және оқушылар, студенттерге осындай сұрақтар білім министріне қатысты ой қозғау жасаймыз, жоспар құрамыз, немесе мәтін құрауларыңызды болады. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді, немесе топпен пікір салыстыруларыңызға болады. Яғни, егер мен білім министрі болсам деген тақырыпта біз ой қозғау жасаймыз. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырмада
Қазақ халқының ұлы ағартушы ғалымдары туралы мәтін жазыңыз деп. Сіздердің алдарыңызда кім тұр? Білесіздер, былтырғы жылы Абай Құнанбаевқа қанша жыл болды? 175 жыл болды. Және де тұрған кім? Әл-Фараби. Тағы да қандай біздің ұлы ағартушы ғалымдарымыз бар? Ыбырай Алтынсаринді айта аламыз, Ахмет Байтұрсыновты айта аламыз. Тағы кімдерді енді мен сіздерге атап өттім. Тағы да өздеріңіз кімді білесіздер? Өздеріңізге жақын қандай ғалымдардың, ұлы ағартушылардың кітаптарын оқып жатсыздар? Қазіргі оқып жатқанда сол кісілердің еңбектерін пайдаланып жатырсыздар ма? Осының бәрін жинақтап, сіздер мәтін құрасыздар. Мәтінде нақтылық. Кім туралы жазасыздар? Жаңа қайталап өтемін. Осы қазақ халқына қандай жаңашылдық әкелді, қандай еңбектері бар, жылдарымен нақты атап көрсетесіздер. Және де өмірбаяндарына тоқталуыңызға болады. Болмаса, бір емес екі ғалымның бірақ нақты толық ақпаратпен мәтін жазуларыңыз керек. Яғни балалар, бүгін біздің тақырыбымыз Қазақстандағы білім беру жүйесі және жаңашылдық, өнертапқыштық болды. Мен сіздерге айтып өтіргенімде, бізде 21-ші ғасырда бізде біздің жан-жақты білім алуымызға бүкіл жағдай жасалынғанымен, жаңа технологияның дамуында біз осы жерде айта кетуімізге болады. Біздің тіл меңгеруімізге де көптеген жағдайлар жасалған. Енді бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болса, сіздер